Тау, қаңбақ және бүркіт. Бір қаңбақты жел айдап үлкен таудың етегіне әкеп тастап кетеді. Мұны биіктен көріп тұрған тау: қаңбағым, қайдан жүрсің? Неге келдің?" деп сұрайды. Қаңбақ тұрып: "6 батпан ауырды көтерген алып едім, 7 қабат жер астынан шықтым. Алып деген атағыңды естіп алысу үшін әдейі іздеп келдім" дейді. Тау бұған жымыңдап күледі. Сол кезде құйын соғып қаңбақты дедектеткен бойы аспанға алып ұшырады. Аспаннан қайта жерге әкеліп ары-бері аунатады, ойға, қырға домалатады. Ақыры өлдім, талдым дегенде бір шоқ тобылғының басына іліп жайына кетеді. Қаны қашып, қабағы түскен қаңбақтың қасына бір бүркіт ұшып келеді. "Қаңбағым, не қып жатырсың?" дейді. "6 батпан ауырды арқалаған едім, 7 қабат жер астынан шығып алып атын естіген таумен әдейі келіп алысып едім. 7 күн дегенде әрең жығып желкесінен басып отырмын" дейді қаңбақ. "Болса болар, тобылғыға зорға ілініп қалған екенсің" деп бүркіт те күледі. "Әлбетте" дейді қаңбақ. "Одан басқа қолайлы жері болмаған соң тобылғысынан ұстап жатқаным ғой." Сол кезде құйын соғып тағы қаңбақты дедектете жөнеледі. Бүркіт тұрып: "Батыр, қайда барасың тауды тастап? Ол орнынан тұрып кетпей ме?" дейді. Қаңбақ ұшып бара жатып: "Оқа емес бүркітім, алдымда алысатын әлі де көп алыптар бар. Соларға жетуге асығып барамын" деуге ғана қаңбақтың шамасы жетеді. Міне осылай қаңбақ құйынмен бірге құлдырап ұшып кете барады. Артында күліп бүркіт пен тау қалады. Соңы. Арнаға тіркеліп, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар.